Қыздар, сіздермен бір пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Янтарный бусыйды барлығыңыз білетін шығарсыздар. Негізі менің екі баламда да тіс шығатын кезде ешқандай температура болған жоқ. Барлығы Алланың қалауымен осы янтарный бусыйдың себебі болған сияқты. Өйткені мен 2 айдай ма мынаны вообще мойнынан алып тастаймын ғой, аяланы. И оның аузындағы сілекей мына жаққа дейін кететін. Киімді кешеден бері киіп жүрмін. Мына жерлері ғана сілекей аққан. Бұлай алдын барлығын сілекей толтырып тастайтын. Негізі янтарный бусыйдың пайдасы тиетін сияқты тіс шығатын кезде. Негізі натуральный тастар любой нәрсеге пайдалы ғой. 2 балама да осындай янтарный бусый тағып жүрдім. Осының негізі натуральный емес подделкасы да бар. Натуральный екеніне көз жеткізіп алу керек. Қай жерден алсаң да натуральный екеніне көз жеткізіп алу керек. Мынаны былай істегенде хвойный запах шығу керек қой. Ағаштың смоласынан жасалған болған соң мынандай моншақтары. Кейбір бусыларда ішінде өрмекшілер қалып қояды. Ал мында менде құмдар қалып қойған ғой. Балтық теңізінен келеді. Тікелей сол жаққа барып келетін адамнан алған болатынмын. Каспийде де бар, бұл сатылады любой жерде. Просто қымбатын алу керек та, қымбат емес, арзанын алып қойсаң, натуральный болмауы мүмкін. 230-600 теңгеге сатып атады кейбіреулері. Бұл негізі 8-9 мыңның заты. 2 баламда да осы янтар тастарының себебімен температура болған жоқ, литр сілекей болған жоқ, мазасынан түнмен жылап, ондай менде болған жоқ екен. Янтар әдейі тақпай бір рет көрдім эксперимент ретінде. Аяланың алды прям аяғына дейін кетіп қалатын аузындағы сілекейлері. Мына тұзды суға сал жібергенде бұл батып кетпеу керек. Көрдіңіздер ма? Бетінде қалқып тұр. Қаншама батырсаң да бетіне қалқып шығу керек. Өйткені бұл натуральный. Натуральный еместер батып кетеді. Тұзды көп мөлшерде қосамыз. Сөйтіп тұзды суға батырып көреміз. Осылай батырып көреміз. Бұл батпау керек. Батып кетсе, если ол натуральный емес деген сөз. Осылай батырып көреміз. Көрдіңіздер ма? Батпайды бұл. Бетіне қалқып тұру керек осылай. Сосын баланың мойнына таққанда да ол безопасный болады. Бұлар жеп-жеңіл вообще. Бұда салмақ та болмайды ғой. Натуральный тастарда. Именно янтарный бусыйдың. Салмақ болмайды. Баланың мойнында тұрғанын бала вообще сезбейді ғой. Натуральный емес болса, бала мойнына тисе береді, ұстай береді. Сондықтан осындай тастарды сатып алатын кезде натуральный екеніне көз жеткізіп аласыздар. Балаларыңыз ешқашан ауырмасын.